Мен Алматы облысы Райымбек ауданы Сұранчы Сауранбаев атындағы орта мектептің 3 жас сынып оқушысы Хайролла Дамир. Менің жасым 9-да. 9-шы ақпан Мұқағалидың туған күніне арнап 9 өлең жаттадым. 90 жылдығына орай 90 өлең жаттамақпын. Мен осы челленджді Қазақстанның барлық оқушыларына жолдаймын. Мен жаттаған өлеңдердің тізімі: Шешесен бақыттысың, туған жер, үш бақытым, қарлығашым келдің бе, сіздер оңай сөз ғой отанды сүйем деген, мен қарапайым қарттарды сүйем, дос болам десең, Шуат пен Бота. Ұстазым менің осы өлеңдердің кез келген жерін сұрайды. Мен осы өлеңдердің кез келген жерін айта аламын. Ендеше бастайық. Сіздер сезесіздер ме, түсінесіздер ме, сенесіздер ме кісіге? Сіздер көтергіш крансыздар, шығарасыздар да түсіресіздер де. Заманның жүгі алақандарыңызда, жоталарыңызда. Қарауытып көз алдым, қарап тұрдым досыма. Қарлығашым келдің бе? Қарауытып көз алдым, қарап тұрмын досыма. Қарлығашым қайтор ал, мекеніңе шошыма. Әжем менің күйеңдеп, күбірлеп жүр ауылыда. Ол бәтчағар өмір дейді құсыға. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа. Шеше сен бақытсың. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа. Өзім кепіл тот басып тоз басыма. Екі жыр жазсам саған бірін арнап. Шеше де жаздым сөз басына. Бір ботаның сондағы боздауын-ай. Шуат пен Бота. Бір ботаның сондағы боздауын-ай. Не басына күн туды боздағын-ай. Ұмыт болған ойым мұңда келіп, 62 тамырды қозғауын-ай. Айналайын атамекен, ақ мекен. Айналайын туған жер, айналайын атамекен, ақ мекен. Қандай қазақ іздеп сені тапты екен. Туған өлке тәтті екен ғой, тәтті екен. Сақалыңнан айналдым, қарт бабалар. Мен қарапайым қарттар сен. Сақалыңнан айналдым, қарт бабалар. Ұрпағыңа не айтасың аттағалар. О тірі шежір әлі қалдырыңдар. Қанеке нелерің бар салт қазара. Достарың көп пе? Дос болам десең. Достарың көп пе? Апырау неткен жақсы едің. Досмаз менің, досмау менің тапшемін. Достарыңмен достастыр мен асылым. Болайын құлым нақсен. Ал бақытым бар үшінші отан деген. Бақытым бар үшінші отан деген. Құдай кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай-ақ кел дағы отал менен.